Армысыздар, құрметті спорт сүйер қауым. Сіздермен бірге спорттық жаттығуларды талдау рубрикасы. Бүгін бізде кеуде бұлшық етіне арналған базалық жаттығу. Көлденең орындықта арқамен жатып алып, зілтемірді кеудеден итеру. Зілтемірді кеудеден итерудің екі түрлі стилі болады: пауэрлифтинг және бодибилдинг стилі. Пауэрлифтинг стилінде біз неғұрлым күшке жұмыс жасаймыз, ауыр салмақтағы зілтемірді бір рет көтеруге тырысамыз. Ал бодибилдинг стилінде біз кеуде бұлшық етінің әдемі болып шығуына жұмыс жасаймыз. Пауэрлифтинг стилінде көзіміз дәл зілтемірдің астында болады, қолымызды иық белдеуінен алшақ ұстаймыз, жауырынымызды бір-бірімізге тигіземіз, аяғымызды мықты қоямыз. Зілтемірді алдық, демді ішке, жоғары көтереміз, демді шығарамыз. Пауэрлифтинг стилінде кеуде бұлшық етінен бөлек аяқ және трицепс бұлшық еттері маңызды рөл атқарады. Ал бодибилдинг стилінде біз аяғымызды көлденең орындық үстіне қоямыз, шынтағымызды сәл сыртқа жібереміз, зілтемірді аламыз, демді ішке түсіреміз, көтереміз, демді толық шығарамыз. Өзімнің тәжірибемде оқушылар келесідей қателіктер жібереді. Зілтемірді көтерген кезде белдерін бірге қоса көтереді. Келесідей қателік көптеген оқушылар 4 саусақпен зілтемірді ұстап көтереді. Бұл жерде зілтемірді кеудеге құлап кету қатері көбейеді. 5 саусақпен мықты ұстауымыз керек. Осымен бүгінгі біздің кеуде бұлшық етіне арналған жаттығуымыз аяқталды. Сіздермен болған дене тәрбиесі мұғалімі Қанат Ахметов. Келесі кездескенше сау болыңыздар.